Достар, бұл менің кеше шыққан каналымдағы пиццаның жалғасы. Өте жұмсақ, сондай керемет пицца, үлпілдеп тұр, көріп тұрсыздар. Қамырлары жұмсақ, бұл 15 минутта піседі. Кефир 2,5%. Оның салып, жұмсақ қылып елейсіздер. Ешқандай дос, секер, ештеңе салмайсыздар. Тек кефирдің өзіне жақсылап тұрып елеп аласыздар. Жұмсақ қылып қамырын елейсіздер. Бізге маргарита пиццасына тек қана помидор мен сыр керек болады. Тверкіден өткізіп, помидорымызды турап, тестімізді жақсылап елеп, онға айналдырып, жақсылап жазамыз. Мен Астория кетчубы мен ряба провансаль қолданамын. Себебі олар өте жеңіл. Мені қамырымды көріп тұрсыздар. Жұмсақ 1 сантиметр қылып жаздым. Айналдырып, тартып, көрсетіп тұрмын. Тым жыртылмайды қамыр. Бұны көтерді, уақыт алдырып, уақыт қажет етпейді. Қамырымыздың үстіне кетчубымыз бен майонезімізді жағып шығамыз. 15 минутқа саламыз пешке. Қарап отырасыздар, пештеріңіздің 15 минутта пісіп қалады. Мені көрдіңіздер, өте дәмді, сочный пісті. Көргендеріңізге рахмет.